Қайырлы күн, құрметті оқырман. Бүгін сіздерге лағманға арналған подливтің рецептімен бөлісемін. Өте дәмді болып шығады. Ең алдымен каналға тіркеліп алды, ұмытпаңыздар. Пиязымызды видеодағыдай осылай ірі көлемде турап дайындап аламыз. Араларын қолдың көмегімен осылай жеке-жеке ашып шығамыз. Етімізді осылай төрт-бұрыштетіп турап, майымызды құйып қуырамыз. Аздап қуырылғаннан кейін үстіне пияз саласыз, және де болгар бұрышын үш бұрышты төрт бұрышты етіп саламыз. Полугорки болгар бұрышы керек, жартылай ащы бұрыш, ол да жақсы дәм береді. Міндетті түрде осы полугорки болгар бұрышын қосыңыз. Қалауыңыз бойынша сары, жасыл бұрыштарды қосуға болады. Бұл аппақ редька, редиска емес, редька. Және де чеснок, соя соусын саламыз. Жаңағы болгар бұрышын салып, тағы да аздап қуырамыз. Бұл кезде уже еті жартылай пісіп тұруы қажет. Сельдерейдің осындай жапырақшасын, және де бұл жандық, осындай жандығымызды қосамыз. Пекин капустасын қосу керек. Менде ол болмағаннан кейін кәдімгі капустаны ірі көлемде турап салдым. Енді аздап қуырып, үстіне су құйып бұқтырып қоямыз. Осымен біздің подливкамыз дайын болды. Су құйғаннан кейін 15 минут шамасында бұқтырсаңыз жеткілікті. Лағманның қамырын дайындап аламыз. Үстіне подливканы саламыз. Осымен дайын болды. Жасап көріңіздер, ас болсын.